Сіздермен бірге Ерлан ағай, бүгін біз мынау нағыз ұбт келуі мүмкін, сол сұрақтарды талдап өтетін боламыз. Олай болса көп сөз бастайық. Қараңыздар оқушылар, бірінші ол Наполеон соғыстарына қатысты оқиғаларды сұраған екен, Бородино, Лейпциг және Ватерлоо шайқастары. Так, Бородино шайқасы бір бізде ол қалай болады? Мәскеу маңында болған ірі шайқас. Мынандай бір сұрақ кездессе қалай жауап бересіздер? Бородино шайқасында кімдер негізгі қарсылас болды? Ресейде болғандықтан енді бірінші Александр білесіздер, Наполеонмен кезінде келісім жасаған, Тильзит деген. Енді сол Наполеонмен енді соғысып жатыр екен 1812 жылы. Міне. Одан кейін Лейпциг шайқасы халықтар соғысы деген атпен енген екен. 1813 жылы болған, жарты миллионнан астам адам қатысқан. Так, Ватерлоо шайқасы ол одақтастар мен Наполеон арасындағы соңғы шайқас болып есептелінеді. Дұрыс жауап осылай болады. 1Б, 2Ә, 3А деген. Міне, Д варианты дұрыс болады екен. Жақсы, келесі. 19 ғасырдың екінші жартысы Иранда орын алған оқиғаларды жылдармен сәйкестендіруіміз керек. 1872 жыл. Қараңыздар, бірінші жауап Леонозов деген кісі болған, орыс кәсіпкері. Каспий теңізінің жағалауында балық кәсіпшілігін дамытуға концессия алуы ол 1888-де болды, ол қате. Рейтер Иран шахынан 7 жыл мерзімге мұнайды игеруге концессия алды, ол дұрыс. А2 болады сонда оқушылар. А2. Ал В варианты қараңыздар, 1879 дейді. Так, үшінші вариант келмейді, себебі Поляков Тегеранды есеп банкін салдырды, концессия алды Иран шахынан, бірақ ол 1890. Сонда 1879 жылы оқушылар орыстар телеграф салуға концессия алған екен оқушылар. Жақсы. Енді сонда дұрыс жауап А2, В4 дейтін варианттар болады. Келесі сұрақ қарай оқушылар, келесі сұрақ бізде былай. Ол Англияда теміржондылар әскерін бастаған генерал-лейтенанттың есімін сұраған. Кромвель болады. Уинстенли ол диггерлер қозғалысының көшбасшысы, Лильберн, Уолвин, Овертондар левелдер партиясының көшбасшылары. Жақсы. Келесі сұрақ 1539 жыл Францияда болған тарихи оқиға. Д варианты дұрыс болады. Бірінші Франциск дейтін француз королі мемлекет тілі ретінде француз тілін енгізді. А варианты не үшін болмайды? 14 Людовик үлкен кеңесті 1661-де құрды, себебі Францияда. Кардинал Ришельдің билікке келуі 1624-42 жылдар. Канада жерінде француз отарының орталығы болатын Квебек қаласының құрылуы 1608 жылы. Келесі сұрақ. Замандастардың құдайдың қамшысы деп атаған тұлғаны анықтауымыз керек, замандастар. Кімді атаған екен? Аттиланы атаған болатын. Жақсы. Так, 6-шы сұрақ. Екінші дүние соғыс кезіндегі соғыстардың реттілігін анықтауымыз керек. Сталинград шайқасы 1, ол 1942-43 жылдар болды. Курск шайқасы 2, ол 1943-те болды. Ал Ленинград шайқасы 1941-де басталған болатын. 900 күн бойы қоршауда қалған қала Ленинград. Сонда 3-1-2 Д варианты дұрыс келіп тұр. Жақсы. Көп жауапты сұрақ. Конфуций философиясының негізгі мәселесі. Ол бір ғана мәселе, тәрбиеге көңіл бөлген. Так, адамның болмысын зерттейтін ілім ол арнайы бөлек экзистенциализм бар. Экзистенциализм. Ақиқат ол Яхве дейтін құдай, Израиль юдей мемлекетінің, осылай болады. Так, келесі 8-ші сұрақты қарайық. 1879 жылы Иранда Ресейдің саяси беделі өсті. Оған не нәрсе себеп болды? Дұрыс жауап бізде В болады. Орыс офицерлерінің парсылардың бригадасының оқытуы. Иран шахының өтініші бойынша. Қалған варианттарды жоғарыда айтып болатынбыз. 9-ші сұрақ. 19-шы ғасырдың аяғы Ленин құрған марксистік үйірме. А варианты дұрыс болады. Жұмысшы табын құтқару жолындағы күрес одағы. Жер және еріктілікті Ленин құрған жоқ, оны халықшылдар құрды. 76 жылы Санкт-Петербург қаласы СП деп қойын, кімдер құрды десе, халықшылдар дейсіздер. Құтқару одағы мен әлеуметтік қамтамасыз ету одағы бұл декабристердің ұйымы. Ең бірінші құтқару одағы деп құрылған еді. Келесі сұрақ. 16 ғасырдың 40 жылдарына дейін Ресейде болған жиналыстың түрі. Так, яғни бұл 1540 жылдарға дейін деп сұрап тұр оқушылар. Боярлар думасы болады.
Оның орнына кейін Зем соборы болды. Иә, дейін деп тұр, мына жерде дейін болғандықтан сынын сұрайды. Ал одан кейін Зем соборы құрылады, уже бұл 4-ші Иван Грозныйдың кезінде. 4-ші Иван как раз осы 1547 жылы орыс мемлекетінің патшасы атанған болатын. Сенат пен приказдар жүйесін 1-ші Петр құрды. 11-12 сұрақтарды қарайықшы оқушылар. 1904 дейді, Ұлыбритания мен Франция арасындағы қол қойылған келісім. Оның аты Антанта келісімі. Африканы бөлісу ол 1899-да болды. Кинг Крейн комиссиясы Осман империясын бөлісу жөніндегі комиссия. 12-ші сұрақ, 1907 жыл 31 тамыз Англия мен Ресей арасында келіссөз болады. Нәтижесінде Иран, Ауғанстан, Тибет жерлерін бөліп алған екен. Иран жері солтүстігі Ресейге өтті, оңтүстігі Англия, орталығы бейтарап болған. Ауғанстан Англияға қарады, Тибет Қытайға қарағанмен Англияға бағынышты болды. Жақсы. Так, келесі сұрақтар тізімі 526-525-те БЗБ Египетті жаулап алған әрине парс патшасы Камбиз болып табылады. Бірақ Камбиздің Карфаген мен Эфиопияға жорығы сәтсіз болған. Александр Македонский тоже Египет жаулап алған, бірақ жылы басқа 332-де. Ешқандай соғыссыз, бейбіт жолмен жаулап алған екен. Урук мәдениетін қалыптастырған қалаларды анықтауымыз керек. Эрит қаласы, Урук және Ур қаласы. Эрит, Ур, Урук. 3 қала. Шумерлік қалалар. Жақсы. Келесі сұрақ мына. 1918 жыл КСДП дейтін партия бар. Германия социал-демократиялық партиясы. Соған жетекшілік еткен тұлғаны анықтайтын болсақ, Эберт дейтін адам болады. Бұл кісі енді Веймар республикасын құруды жүзеге асырса, ал мына жердегі Либкнехт пен Люксембург Спартак одағының жетекшілері. Германияны керісінше социалистік, коммунистік ел қылғысы келген екен. Небәрі бір ғана ай өмір сүрген Бавар кеңестік республикасын құрғанын білесіздер. Адольф Гитлер енді ол 1933-те келгені мәлім, сондықтан мына жерге сәйкес келмейді. Тем более оның партиясы НСДАП, яғни нацистік партия. Перл Харбор әскери теңіз базасында кімдер соғысты? Әрине ақш пен Жапония. Так, бұл база Гавайда орналасқан, Тынық мұхиты. 1941 жыл 7 желтоқсан күні орын алды. Жапонияның Тодзе дейтін генералы соғыс ашқан екен. 17-ші сұрақ. 41 жылы 11 наурызда, 12 маусымда, 22 маусымда не болды? 11 наурыз күні ақштың конгресі Ленд-лиз туралы заң қабылдайды. Рузвельт, Ал 12 маусымда Мәскеуде өздері көмек туралы ағылшын кеңес келісіміне қол қойылды. Ал 22 маусымда уже Германияның КСР-ға басып кіріп, Ұлы Отан соғысының басталуы. 1А, 2Ә, 3Б. Келесі. Джузеппе Вердидің танымал опералары. Риголетто, Травиата, Отелло, және 4-шісі бар, ол Аида деп аталады. Аида. Ави Мария Шуберттің өлеңі. Шайқорай ішіл, Купер деген жазушы бар, америкалық, соның шығармалары. Келесі сұрақ. 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары орталық Еуропа бейнесіне елеулі өзгеріс әкелген келісім. Оқушылар, Мюнхен келісімі болады. Бұл келісім 1938 жылы орын алған. Рапалло келісімі 22 жылы КСР мен Германия арасындағы жаңағы кеңес Ресеймен дипломатиялық келісім, Мәскеу келісімі кірмейді. Молотов-Риббентроп бұл жерде орталық Еуропа емес, КСР мен Германияның өзара шабуылдаспау туралы келісімі. Келесі, енді орталық Еуропадағы Чехословакия болашақ тағдыры анықталды ғой Мюнхенде. Хронологиялық реттілік Ресейге байланысты. Шаруалардың крепостной құқығын жойылу, басыбайлық құқықты жою 1861-де болды. Екінші Александрдың кезінде, Екінші Александрдың қаза болуы Липецк деген жерде халықшылдар өлтіріп кетті 78-де. Солтүстік одақ, оңтүстік солтүстік одақтар декабристер көтерілістер заманында болды, 1820 жылдары. Бірақ декабристер көтерілісі одақтардан кейін болады 25-те. По-любому бірінші солтүстік одақ құрылады. 3, 4, 1, 2. В варианты.
Келесі, Үндістанда сипайлар көтерілісі болады. Соның басып тастауға қатысты оқиғасын анықтауымыз керек, иә, сол көтерілісті. Так, А варианты дұрыс болады. Сипайларға кіші офицерлік қызметке көтеруге рұқсат беріледі, себебі сипайлар жалақысы жоғары болды, бірақ олардың қызметі төмен болды. Ағылшын үкіметі бұл көтерілісті басу үшін кіші офицерлік қызмет береді. Осы түнде компаниясы таратылды, қайтадан жаңғыртылған жоқ. Провинцияларды билеу губернатордың қолына тиесілі болды, ал үнді ұлт конгресінің құрылуы 1885. Ал сипайлар көтерілісі 1857-59-да болған. Сондықтан екеуі екі түрлі жыл болғандықтан Д варианты кірмейді. Келесі сұрақ, 49 жыл 1 қазан қандай тарихи оқиға орын алды? Әрине тарихта Қытай Халық Республикасының құрылған жылы. Қытай Коммунист партиясының құрылуы ол 1921, Шанхай қаласы. Конституциясының қабылдануы КХР-дың ол 54 жылы орын алды. Гоминдан партиясының құрылуы 1912. 1562-98 жылы гугеноттар қозғалысы қай елде болып өтті? Бұл қозғалыс Франция елінде болған, достар. Орта ғасырлық Франциядағы әдебиет саласындағы дастандар. Ролан туралы жыр, Игорь Киев Русіне кіреді, Бағыз заманда жылнамасы Киев Русі, Түлкі туралы роман болады. И болды. Қаһарлы сот кітабы енді ол Англияда, иә, жаулап алушы Вильгельм жазған. Дұрыс жауап Аменді. Жақсы. 71 жылы Intel фирмасының мини-процессорды жасауының нәтижесінде, Intel фирма жасап жатыр. Не нәрсе пайда болды? Артынан әрине компьютер пайда болған екен. Кибернетиканы Вейнер зерттеген, нанотехнологияны Танигути зерттеген екен. Қырғабақ соғыста КСРО өзінің ұзақ қашықтағы зымырандарын орналастырды, әрине Чехословакия мен ГДР елінде орналастырған екен, ақшқа жауап ретінде. Мына сурет бойынша талқылауымыз керек. Мына тұлғаны қарайық, жоқшылар контекст болып келуі мүмкін сіздерге де. Бұл тұлғаның есімі Ли Куан Ю деп аталады. Бұл тұлға жалпы Сингапур елінің басшысы. Осыған бір парапар, екінші бір басшы бар. Ол мынау Малайзия елінің басшысы Махатхир Мухаммад. Осы екеуі Сингапур, Малайзия елдерін дамыту арқылы оңтүстік Азияда үшінші әлемнен бірінші әлемге секіріс жасаған. Енді давайте осындай бір контекст келіп қалса, қалай жауап бере аласыздар? Қараңыздаршы, Ли Куан Юға байланысты мәліметтер көп. Ең басты мақсаты күшті Сингапур мемлекетін құру, Азияны жаңғыру идеясын жүзеге асырды. Әрі 61 жылы міне ЭДБ экономикалық даму басқармасын құрады. Яғни ол кәсіпкерлікті дамытқан екен, кәсіпкерлікті бастап дамытқан. Сосын бұл кісі мемлекетте мынау электроника саласын дамытқан оқушылар. Міне ірі экспорт жасаушы елге алды, жұмыссыздықтың мәселесін шешті. Көлік, тоңазытқыш, кондиционер, радио қабылдағыш, телевизор, магнитофон секілді заттарды өзіміз өндіреміз деді. Біз де өндіре аламыз деген сенімге келді. Журонг дейтін арнайы корпорация бар, осы аудан бар. Сингапурда жаңағыдай индустриалды дамыған аудан. Тіпті Американың әйгілі 3 компаниясы осы жерде ашылған Журонгте. Texas Instruments, National Semiconductor, Hewlett Packard дегендер. Және Сингапур мемлекеті бұл жемқорлықтың алдын алған бірден бір мемлекет. Азияда жемқорлықтың алдын алған бірінші ел Сингапур екен. Әлем бойынша зерттеушілердің пікірінше жемқорлық ең аз 10 мемлекеттің қатарына кіреді. Бұның барлығын Ли Куан Ю жасаған екен оқушылар. Жақсы, осындай бір контекст келуі мүмкін, сіздерге қарап алыңыздар. Так, соңғы сұрақтар тізіміне келіп жетті оқушылар. Бұл азамат соғысына байланысты. Антибольшевик қозғалысының негізгі орталықтары Мәскеу мен Петроград. Жалпы антибольшевик, қызылдарға қарсы күрескен адамдар, халықтар тобы негізі казактар болған. Азамат соғыс кезінде мына бір оқиғаларды сәйкестендіру ретінде сұрасы әдемі келеді. Қараңыздаршы. Міне, Дон мен Кубайнда казактар, ақтардың қолын бастап күрескен генерал Краснов бар. Оңтүстік Оралда атаман Тутов күресті. Ал оқушылар оңтүстік Ресей мен солтүстік Кавказда Корнилов көтеріліске шыққан болатын. Және соңғы сұрақ ол әлеуметтік мемлекет туралы. Неолибералдық үлгісі деген бар, үш түрлі үлгісі бар. Біріншісі неолибералдық үлгі. Соған кірмейтін артық ел. Ол Франция. Қалған мына елдер кіреді. Неолиберал үлгіге Австралия, Англия, Канада плюс ақш кіреді.
Ал Франция консервативтік корпоративтік үлгісіне кіреді. Жаңағы Германия, Италия, Франция, Австрия, Бельгия елдері. Үшінші түрі бар әлеуметтік демократиялық